Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай бүтін дәнді ұннан жасалған нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жып-жылы суымызды құямыз. Суымыз жып-жылы болу керек. Құрғақ ашытқымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Орнына балда қолдануға болады. Және тұзымызды саламыз. Тұзымызды араластырып аламыз да. Бүтін дәнді бидай ұнын саламын. Ұнымды сал. Барлығын жақсылап араластырамын. Бүтін дәнді нанды жеген өте пайдалы денсаулыққа. Көптеген диетологтар осындай нанды тұтынуға кеңес береді. Мен 300 грамм су және 400 грамм ұнды қолданамын. Нанды жасау үшін. Әрине, нанның рецепті жасау жолдары рецепті әртүрлі, бірақ та осы нанның жасау рецепті жолы өте оңай және дәмді болып шығады. Қарапайым және оңай. Үстіп басамыз да. Бетін жауып. Көрем. Бетін жауып, енді жылы жерге қоямыз. Осы қамырды 1,5 сағатқа сөніп тұрған духовкаға қоямын. Духовка міндетті түрде қосылмаған болу керек. Және сол жерде мен нанымды көтертемін. Оның ішінде есігі жабық болғандықтан ешқандай сквозняк, жел келмейді де нанымыз жақсы көтеріледі. Осылай орап, духовкаға салып қоямын. Бүтін дәнді бидай нанын жасау үшін пудовтың осындай ұнын қолданамын. Бұны мен Озоннан заказ беріп алдыртамын. Өте сапалы келеді нандары, ешқандай артық иісі болмайды, және өзіме қатты ұнайды. Арада 1,5 сағат уақыт өтті. Наным осындай болып көтерілді. Енді жерімізге ұнымызды сүйіп аламыз. Бестіп ұнға жан-жағына жағып алып, қамырымызды түсіреміз. Қамырымызды жазып алып, бітіп жаламыз. Екінші жағынан бітіп жабамыз. Үшінші жағынан бітеміз. Төртінші жағынан бітеміз. 4 рет. Сосын артынан бітеміз. Нанымызды алып, осылай дөңгелекше жасаймыз. Осылай жасаған кезде нандағы артық ауалар шығады. Неге мынандай күшті? Осындай дөңгелекше жасаймыз. Пергамент қағазымызды жайып аламыз. Нанымызды осылай ортасына орналастырамыз. Үстіне осындай ситамызды алып, ұнымызды сеуіп, осылай себеміз ситадан. Жарты қасық жарайды. Лезвиямен болсын. Скальпельмен болсын. Осындай. Мен мынандай әйнек ыдысты қолданамын бетін жабуға. Осылай бетін жабамды жаңағы духовканың ішіне салып қоямын. Енді осылай 1 сағат көтеруге қоямын. Мінекей, наным көтерілді. Мынандай болып. Енді осы нанымды 180 градус пешке 40 минутқа қоямын. Әркім өздерінің пешіне қарай қойып пісіреді. Енді нанымды түсіріп аламын.
Нанды суытуға қоямын. Бірден кесуге болмайды. Себебі арасы сулы болуы мүмкін. Сондықтан суытып барып кескен өте дұрыс. Наным осындай болып пісті, және суды енді кесемін. Арасы барлығы піскен, көтерілген әрі. Әбден піскен, көтерілген. Қандай әдемі болып піскен. Керемет, аралары піскен, өте дәмді.